Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәп-нәзік радуга салатын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осында кереметті дәмді рецепттерімді жібере алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Картофельный пай жасаймыз. Ең алдымен картошкамызды тазалап, кептіріп, ұзынша теркадан өткізіп, 5-10 минутқа суға салып қоятын боламыз. Крахмалы кету керек. 5-10 минут өткен соң қағаз салфеткасына картошкаларымызды жайып қоямыз кепкенше. 10 минуттай тұрады. Келесіде қиярымыз, яғни огурцымызды соломка етіп майдалап турап шығамыз. Қызанағымызды, яғни помидорымызды ұзынша соломка етіп турап шығамыз. Енді іріншігімізді, яғни сырымызды ұзынша етіп, жұқалап, соломка етіп турап шығатын боламыз. Алдын ала тауықтың етін қайнатып, дайындап, суытып алдым. Суыған тауықтың етін ұзынша етіп, жіңішке ет турап шығамыз, соломка етіп. Алдын ала майымызды қыздырып, картошкамызды аз-аздан қуырып алатын боламыз. Көп салатын болсаңыздар, майыңыз тасып кетеді. Міне бізде пай дайын болды. Қағаз салфеткасына салып алатын боламыз. Майын сіңіру керек. Барлық туралған заттарымызды тарелкаге рет-ретімен қойып шығамыз, видеодағыдай көрсеткендей. Ең соңында қызылшамызды алып, шақтың көмегімен ұзынша етіп, соломка қылып турап шығамыз. Майонездің бір шетін қайшының көмегімен
кішкентай тесік қылып кесіп алып, осындай видеодағыдай көрсеткендей сетка жасаймыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Қазақша контенті каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.